Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Фундамент қиятын жіктер көрсетемін деп едім алдында. Видео салам қиып жатқандарын деп. Өлін қазып жатыр. Соған кеп видео шығарайын деп жатырмын. Былай. Төрт бұрышқа қазып қағып, диагоналын шығарып, қазу керек болса қазып, жеріне фундаменттің астын 20 сантиметр керек па, 40 сантиметр керек па, қазады, соны жіп керіп алып, түзулігіне мындай. Ортада тағы бір қазатын жер жіп керіп қойған. Мына жерден тағы қазылады. Мына жақ жұмсақ па екен? Бізде жүр тауағанса жұмсақ жерді. Кирка келсе, қатты жерлер киркеме ұрамызды. Осылай куба 8-9 басылады деді. Жұмыстың ауырлығына қарай төлейтін, кубқа төлейтін ақшасы қымбаттай береді. Круглый суммасын шығарады, есептеп. Ассалаумағалейкум. Тағы да құрметті көрермендер, кеше жері қазылып жатқан план, үйдің планы, фундаменттің апалыққасын құрып қойған уже. Жерін қазып. Апалық құрып шыққан. Астына бір қатар сым тартып шыққан былайдан. Одан да жағын ен тартайын деп сымдарын салып қойған. Бәріне фон апалық құрылған. Бір қатар сымның үстіне арматурдың каркасын тоқып қойған. Осыны қойып, мына сымдар дайындап қойыпты. Одан өткізіп, ортадан үстінен бір қысады. Кілең осындай қоңыр фанерлермен фундамент құйып беретін жігіттер жан болады. 5-6 жылдан бері осындай объемға жұмыс істеп жүр. Каркасын тоқып болған, біреу, екеу, үшеу, төртеу. Ана жерде үшеу, ана жерде үшеу. Мынадай ағаштарын артылып қалған. Ана фанері, қоңыр фанер. Үлкен объемдарға да барады. Екінші объектісінде тағы осындай фанерлері бар. Ол жақ енді шешіледі, фундамент қиып болған. Ол жақтың апалыққысы енді шешіледі. Коттедж фундамент ма, подвал ма, бәрін құя береді. Таңдамайды, бетон болса болды. Монолит. Телефон нөмірін қалдырам. Хабарласып тапсырсаңыздар болады. Өз істерінің маманы.
3 жылдан бергі тәжірибесі жетіп жатыр осы Алматы облысы бойынша, Алматы қаласының ішінде де, сырттағы поселоктарда да жүре береді. Мына жерлерін әлі байламаған екен. Ағаштары өсиет ететін қосымша. Қазынада жиі байлап шығады. Бұл жігіт шақырсаң, ақша бересің. Сосын мынадай сым алып бересің. Сосын мынадай шаблонға рейк сатып аласың. Андай шаблонға рейк сатып аласың. Болды. Апалып өзінен, мыналар өзінен шеге сатып аласыз. Сосын мынадай бір 70-тік шегелер болады. Мыналарды ұстататын. Екеуі қосылған жерлерін, шеге қағатын жерлер болады. Апалып қойғанда. Қазір бетон келіп атса, қосымша байлап атса, арматура салбоғында түсірім. Уақытқа қарай бетонның келгеніне көреміз. Күтіп ертерек келіп атса. Каркас арматура тоқылған, салынайын деп тұр. Қазайын қай жерге арматура тоқып салып берілсе салып береді. Мына жігіттің енді осылайынан каркас тоқу екен, тек бір екі қатар ғана арматура жүргізеді. 3 қатар, 4 қатар метр фундамент болады. 5 қатар тартып берсең де тартып береді. Тоқып арматурын. Мынау тұрғын? Қайырге? Каркас салымнан кейін бір-біріне байлап атқаны. Жақтан кейін каркасты. Кейін тағы байлайды енді. Бұрыш байлап қойдың ба? Қай бұрышты? Мына бұрышты. Бұрышты байлап қойған. Апалық құрылып бітті. Енді бетон күтіп отырмыз. Бетон келу керек. Жіберген. Бағана астынан тартылып тұрған еді. Онан кейін арматура каркас салғаннан кейін ортасынан бір тартты сыммен, төрттік сыммен. Үстінен бір тартты. Мынадай стойкалар тіреді, өсиет етіп. Арматура тоқылды. Мынадай қылып. Апалып күнің іші. Ішін көміп жатыр енді. Мынадай тесіктер. Мынадай тесіктерін бетон далаға қашып кетпесін деп көміп жатыр. Артында сөйлетeceğiz қойған. Бір сым. Онан кейін ортадан арматура салынғаннан кейін. Онан кейінгі үстінен. Мынадай шаблондар қойылды. 40 сантиметрлік. Кеше жері қазылып атқан жер. 12-де 12. Бұл үйдің несі, квадратурасы. Өлшемі. 3 күнде қипс сайнап тұр. 3 күнде фундамент құйғызып алам десеңіздер. Жанболат деген жігіт. Бригадасымен. Осылай. Жұмыстың ауырлығына қарай, бетонның кубының көбіне қарай бағасы шығады. Бұрыштан олай қосымша тартады. Кет қалмау үшін. Бетон келіп жатыр.
Fundament kıygızam deseniz, mına Kızılpudok'ta жүрген жігіт 2 günde 3-ші күн апалықтысını шешіп алып кетеді. 2 günde құйып бітіріп жатыр. 12'de 12 үйді. Хабарлассаңыздар болады, телефон нөмір қалдырам төменге. Видеоның описаниесіне жазып қоям. Жанболат деген жігіт 5 жылдық тәжірибесі бар осы бетонда жүргеніне. Жеке үйлерді. Tart özgür şama botan. Ortasına as. Bak, no.